Ал Египет встречай чемоданым как раз шаң басып қалыпты кішкене. Зато қолданылатын болды. Бәріңе сәлем достар, қалайсыңдар? Сендермен бірге мен Айшуақ. Бүгінгі біздің влогқа қош келдіңіздер. Кезекті влог. Превьюдан көргендеріндей мен бүгін енді өзім отбасыммен Египетке ұшып бара жатырмын. Мен қазір бірінші Шымкентке кетіп барамын. Сағат 1:30. Мен жұмысымды полный бітіріп жатырмын. Мен қазір самолетпен мен бірінші машинамен Ермұхан үйіне барамын қазір. Машинамды Ермұхан үйіне тастаймын. Сосын чемоданымды енді самолетпен Шымкентке барам. Шымкентте бір күн болып, ертесі күні Египетке ұшамыз ғой. Короче, четкий, мощный влог болады. Лайктарын басып, до конца қараңдар, ал біз кеттік. Ал достар, кеттік ал. Қасымызда Ринат бар. Ринатқа мусор статус қойдық. Айшуаққа жол болсын ал. Короче, кеттік ал. Египет встречай ғой. Вая достар, мынау кімнің малышкасы, қараңдаршы. Көтеншегін қараңдаршы, не деген керемет. Бетемді опа деп жаппаса етіп ашып отырып қотым жақсы. Опа, мусор болып отыр екен. Чемоданымызды арттық. Мынауыны Темудан келген заттар, кілеңді, одеялны, товарлар әлі жатыр. Короче, видеосын бағана түсірдім просто. Сосын енді кетіп бара жатыр қал. Жаптық ал багажнигімізді. Все, бұл машина бізде бір апта бойы Ермұханның үйінде тұрады. Потому что мен Шымкентке қайта айдап бара беріп шаршадым өзі. Пока что енді бұл жол самолетпен кетіп бара жатырмын. Ал достар, біздер қазір Ермұханның үй жағына келдік. Міне біздің Ермұханымыз. Қалайсыңдар достар? Ана отырған Ермұханның ласточкасы. Әне, Ермұхан ласточкасы. Мынау менің ласточкам. Короче, Ермұхан енді жатады енді машина осы жақта. О, я селдың ласточкасы. Мияқта енді бір апта тұрады машина. Дұрыстап, айда күтпей. Әдемі достар, апта сайын емес, күн сайын в общем, расходниктарын ауыстырып, оталдырып арасында. Майын ауыстырып қой. Майын ауыстырып. Мен келем дегенше 3 рет ауыстырып қой. Иә. В общем, Чанганын басқа машина аламыз. Бүйтіп күлме. В общем, достар, енді мен қазір таңға дейін осы жақта боламыз. Примерно 4-5 сағаттан кейін аэропортқа шығуымыз керек. 4-5 сағат ұйықтап алайық енді біз. Тоқта досым, егер мен машинамның обзорын дәл жалғастырғың келсе, бірінші осы видеоны до конца қарап ал. Бұл видеоның спонсоры CSGO Run сайты. Егер де сен CS немесе Dota ойындарына қызығатын болсаң, онда сенің инвентарың мықты болу керек. Ал CSGO Run сайтында сен инвентарыңды өте күшті қылып жасай алсаң болады. Ал ең қызығы достар, біз CSGO Run сайтымен бірге сіздерге арнап розыгрыш ұйымдастырып жатырмыз. Яғни $200 тұратын кез келген скинді өздеріңе ұтып алсаңдар болады. Қатысу өте оңай, барлықтарын қатысып көріңдер. Ал ендігі ең қызық нәрсе ол деңгейлер жүйесі. Әр қолданушылардың өзіндік деңгейлері болады. Сайттағы өздерінің белсенділіктері арқылы деңгейлері көтеріледі. Ал деңгейлер көтерілген сайын сендерге тегін приздар өте көп береді. Әртүрлі скиндардан бөлек CSGO Run сайтының ішінде сендерге арналған өте қызықты ойындар бар. Ал қазір сендерге ойындардың бірі забей гол ойынын ойнап көрсететін боламыз. Бізде мысалы пробить пенальти дейді. Давайте мына жерге. Бізде уже бірінші удар кірді. Давайте екіншісін тексерейік, тағы да бір көрейік. Опа, әне, екінші де кірді достар. Біз бағанағы достар 3 ударды алдық, және де маған приздар берді. 3 призға маған қазір айналдыратын боламыз. Опана, так бізге не түседі екен? Бізге қазір қарандар, маған уже скин түсті, көрдіңдер ме? Кейс ночной ужас скинін мен ұтып алдым. Ал енді қорытындылай келе, егер өзіңе өте мықты скиндар қаласаң және мықты кейстар ұтып алғың келсе, онда осы видео астына тұрған закрепленный комментарий немесе описаниедағы сілтемеге өтіп CSGO Run сайтына кір. Сайтқа кірген кезде міндетті түрде мен экранда тұрған промокодымды жазып, өзіңе 10% бонустар алсаң болады. Так достар, бізде сағат таңғы 6:30. Машина қалды. Мына жерде Ринат пен Ермұхан. Біз қазір аэропортқа кетіп бара жатырмыз. Аэропорттан біз Шымкентке барамыз. Дальше сонымен ертең түнде уже Египетке жол. Ташы Египетте боламыз. Ұшатын боламыз, иә достар. 1 сағат қана ма, 2 сағат қана ма ұйықтадық ше? Пирамидаға барамыз жігіттер. Иә, мумия боламыз ғой, короче. Кеттік, қазір біз аэропортқа уже азақ уақыт қалдық. Ертерек жылжайық. Так достар, біз аэропортқа келдік. Ұйқы қанмаған, тек 2 сағат ғана ұйықтадық достар. Ну, нормально. Қазір енді көреміз. Өзіміздің күтетін жерімізге барып, мен онлайн регистрация өтіп қойғам. Қазір енді уже 1 сағаттан соң ұшамыз. Так достар, мен бағана ұйқым келіп жүріп, самолеттің ішіне видео түсірулерді ұмытып кетіппін. Короче, мен Шымкенттемін. Бәріңе сәлем достар. Өзім үйде жатыр. Кеп қойдым Шымкентке. Сағат қанша болды, көрсетші. Сағат бізде 11:24 кетті, жігіттер, қыздар. Мен общем самолетқа кіре салып ұйықтадым. Күн ыстық достар. Кондиционер қосып қоясың. Айсұлтан Татау тұр жалаңаш жатыр ғой мықты. Көрсетпей қояйық. Мына достар, сымдық мынау. Кешкі 6 болды таласы. Күн әлі шақшиып тұр. Қар терлеп кеткенбіз, короче. 45 градус болып тұр ғой. Сенбесеңдер, скриншот қалдырам мен ше. Мына Шымкенттің ыстығы деген енді потолок болып тұрады. 45 градус болып тұр. Біз айтпақшы, үйде осындай өзгерістер, брусчатка,
үйдің сырты былай времянка сырты андайлар алғанбыз үйге. Ал достар, бүгін бізде 20-сы мында Еркеназ бар, Айсұлтан, Бегасыл, короче бәріміз бір чемоданнан ұстап біз жолға шығып баратыр. Қазір бізде түнгі 3-те вылет достар. Түнгі 3-те уже отырып ұшып кетеміз. Сосын ертең таңертең сағат 7 Египеттің уақытымен 7-де, біздің Қазақстанның уақытымен 9-да жетеміз. Короче 6,5 сағат бойы самолетта қазір ұйықтап барамыз ғой. Ал жол болсын. Ал достар, мынау бізде Шымкенттің аэропорты. Біз короче аэропортқа келдік. Ұйқым келіп тұр мен негізі уже, бірақ енді бізде вылетке 3-те ма 3:30-да ма сондай. Сол себепті қазір ұйықтауға болмайды, енді күту керек, регистрация істеу керек әлі. Түнгі 3-те ұшады, міне регистрация өтіп жатырық. Регистрацияны бітіріп қазір, в общем, күтеміз сосын. Айсұлтан дұрыс па? Мынау да блогер. Тіркеліп қойыңдар каналына. Полный состав тренд түсірейін деп жатырық дейді. Инстаграмға саламыз дейді. Тренд түсіреміз дейді. Бізде достар аэропортта мен билетімді алып кіріп баратқан жерінен Асхат келді де шық деді ғой, короче. Сөйтіп Асхатқа бала шықтық. Түнгі сағат 2 болды айтпаса. Асхат келіп тұр бірақ ерінбей. Машинаның кейінді айтайын ба? Дипал, ой, Асхаттың бибикасы Дипал S09. Лисян сияқтындай дәу ше. Короче, Brawl Stars, әлі Brawl Stars тастамапты. Алдында, артында полностью. Өз Қазақстанда сен ғана Brawl Stars түсіріп жүрген қазір, Иә, мынандай футболка тек менде бар. Базар жақ достар. В общем, Асхат келіп тұр енді, тұр аэропортта. Бүкіл кіріп кетті ішке. Дальше мен кірмедім. Ал біз достар осылай самолетқа отырған болатынбыз. Самолетта бізде түнгі осындай тамағын берді. Біз тамағымызды жеп алдық және де Египетке таң ата жеткен болатынбыз. Енді қызықтың бәрі алда болады. Көресіңдер Египетте не істейтінімізді. Ал біз кеттік ал. Так достар, мынау біздің отеліміз. Біз отельге келдік. Park Regency Resort деген отель. Короче, пока что енді бізде таңғы сағат 8 ғой әлі. Пока адам жоқ, күн шақ жеп тұр. Таңғы сағат 8 болғаннан кейін қазір көреміз әбетте қалай болатын. Бізге жайға салайық бірінші. Осылайдан кіріп бара жатырмыз. О, мынаны шуш салқын екен достар. Мынаны шуш салқын кондиционер. О, рахат-ай. Здрасте. Осылай тағады екен достар ішке кірсе. Жақсы. А бізде мына жақта уже теңізге вид қараңдар достар. Вид на море. Мынау бізде біздің отельдің бассейні достар. Аквапарка, дальше уже теңіз. Біз қазір мияқтан сразу завтрак ішуге кіріп баратырмыз. Мияқтарға уже қазір суға түсе беретін боламыз. Осылай. Так достар, біз деген тамақтар алып жатырмыз. Поварлар істеп береді екен мына жерде жақсы. Неше түрлі нәрсе бар негізі, бірақ білмеймін мен енді бірдеңе алып алдым. Осындай бірдеңе алдық әйтеуір осыны. Тостер, жұмыртқа, типа омлет сияқты. Ет, картошка, бегасыл. Екеуміз жеп отырып осылай. Қандай витпеншік ішілеп. Бізге ас болсын ал достар, бүгін бізде. Қазір бұйырса шомыламыз. Так достар, біздер сразу киімді ауыстыра сала бассейнге барайын деп отырып қойшын. Таңғы сағат 10 енді болды. Ал біз достар, сағат бізде 11 енді болып жатыр. Пляжға келіп жатыр. Бізге бассейннен шықтық уже. Бассейнге шомып полностью. Енді пляжды көрейін деп жатыр достар. Бұл бізде Еркеназда пляж морені атқандай. Красное море екен. Короче, соленый таптаза мияқта еще түнде шомылуға болмайды, потому что акулалар бар дейді. Ба достар, мен мынандай тұзды су көрмеппін мен ше. Мынау кәдімгі. Мына бір шомылып жазың ғой. Тура ғой ол кәдімгі. Тамаққа қосатын тұз бар ғой, дәл соның дәмін ше. Соленый қатты. Бірақ енді осындай пляжында осындай загарлап жатырмын, уже сезіп жатырмын қалай киіп баратқанын. Так достар, қараңдар, Бегасыл мияқтан шығу керек. Бірінші шлепқа түсті. Оны кейін адам түсті. Яқтан Бегасыл кен Айсұлтан жодан түсесің бе? Түсесің бе? Айсұлтан махитоны ұрып жатыр әйтеуір. Қараңдар. В общем, жақсы ше, әдем демалысы отыр. Короче, біздер достар, обедке 3 болды. Біз күнге күйдік плотно. Қараңдар. Бізге номерде жатырмыз. Номердің обзорын енді потом түсірейінші ерініп жатырмын. Ұйқым кеп тұр ше. Wi-Fi-ға кіріп алып номерде жатырған да осылай қазір. Ұйықтап алсам бар деп тұрмын. Елшіге кешкісін түсірем. Бізде отель вид на море. Бізде достар, екінші күн завтрак. Айсұлтан екеуміз тағы да. Бізге жұмыртқа алдық, аяқта сосиски істеліп жатыр. Біз достар, мен кеше еріндім, ұйықтап қалдым, мен кеше түсіре алмадым дұрыстап барлығын. Бүгін енді полностью түсіретін боламын. Ал бізде достар завтрак осындай витпен. Қараңыздар. Осындай керемет витпен завтрак. Мияқта Бегасыл бізде. Қалай? Жақсы ма? Осындай керемет завтрак жеп отыр, ал бізде ас болсын. Ал біз қазір достар, мына бассейнге түсеміз. Давайте жігіттер қыздар, заттарын тастаңдар былай опана деп жүгіріп кіреміз ғой. Короче достар, бізде обед. Мен арқам плотно загоралды.
Мынан қарсыңдар. Көріне ма? Көрінбейтін шығар. Көрінсе көрінеді, короче. Мына даже күнге шықсам ашып отыр. Мына ыстықша бек асыл. Короче, комнатқа резко обед ішіп, комнатаға кіріп, кондерді өшірмей жата беретіндей болып тұр ғой. Ал достар, мынау бізде ночной Египет. Қарандар, осындай төбеден вид. Бізде түнгі Шарм-эль-Шейх қаласы. Мына жерде бәріміз фотоға түсіп жатырмыз. Так, достар, сағат бізде 4:30 таңғы. Біз қазір қайқа сафари сияқты бір жерге баратыр. В общем, құмдарға бара жатырмыз. Сояқта байкай дейміз, бірдеңе дейді. И қазір енді 4:30-да бардық сояққа, прикиньте. И сосын қазір таңертең 7-лерге дейін отельге қайтадан әкеп тастайды. Барайық достар, көрейік не істер екен, не істейміз ояқта, не айдаймыз. Қызық болып тұр негізі. Короче, достар, біздер келдік, қарандар. Осындай квадроцикл, баггилар бар екен. Бізде кәнеқа бетімізге егіз дайындап отыр. Что там айсың, айдайсың ба? Айдайм. Короче, достар, қазір айдайтын боламыз, қарандар. Адам бәрі кетіп баратыр. Бірақ енді осылай. Что там? Давай! Класс! Біз достар, в общем, айдап келдік. Заттарды қарандар. Көп, бізде уже таң атып кетті. Қазір енді отельге барамыз да завтрак ішеміз. Сонымен бүгін біз отельде демаламыз. Ал достар, сендерге көптен күткен обзор біздің бөлмеге. Достар, қараңыздар. Бізде комнатада кіре берсе осылай коридор мынандай бар. Біз енді 2 кровать қостық, потому что біз 4-еу болып жатып жатырмыз. Мына Айсұлтан мен Еркен азан жақта Бегасыл мен Бегасыл жақта ұйықтап жатыр. Короче, осы мына жақта бізде уборный, қараңдар. Бұл жақты түсінбей қойсақ болатын сияқты деп ойлаймын. Жарайды, былай кіре берейік. Бізде ең главный бұл жақта былай өтеміз достар, осылай үлкен. Негізі мына төсектер жоқ қой, мына жақта дивандар тұрған, біз алдырып бастадық та. Мына жақта уже достар қараңдар. Опа, дейсің да? Вид на море ғой, короче, қараңдаршы. Что там ба? Потолок ба? Короче, достар, отель осы. Мына жақта жатып алып, жата берсем болады. Біз енді қазір обедке барадық. Обед жетін уақыт болып қалды бізде. Сағат 12:30 болды. Барып обед ішейік. Кім? Бегасыл? Обед. Так, бізге обедке достар, мынандай котлет, пиде, сосын баклажан, хрустящий фарш, пюрешка бірдеңе алдым. Бегасыл тосындай алды. Ас болсын Бека. Кеттік ал, обед ішейік достар. Так, достар, қарандар, бізде ана жері яхтаны көріп тұрсыңдар ма? Қазір сонда яхтыға біз мінетін боламыз. Біз достар бірдеңе Марина деген бір пляжға келдік. Қазір яхтысына мінеміз, сол жерден дайвинг болады, суға түсеміз. Сонымен қызық болады достар. Мына жақта кілең туристар, кілең Toyota Хайс. Короче, мына жақпен кіреді екенбіз, сосын пляждан бірақ шығамыз ғой. Достар, біз отырдық яхтаға, қараңыздар. Осылай мында Айсұлтан, мына жақтан андай жилеткалар алып алдық өзімізге. Осылай, короче. Қазір енді аттандық. Теңіз аралаймыз. Сендерге барып штурвалды көрсетейін. Штурвал дейма, не дейді өзі? Короче, қараңдар достар. Осындай ғой. Мына жақта отырады. Мына жақта шығып аласың, короче. В общем, керемет. Әдемі. Бегасыл, сен ба не айдап баратқан? Артқа барып отыра бердім де, жаңа жақта кофе дайындап. Ой, молодец. Бегасыл екен ғой достар айдап баратқан. Бізде достар қазір дайвинг болайын деп жатыр. Дауысым естіліп тұр ма? Қазір білмеймін. Отырып очередь. В общем, дайвингқа кіреміз қазір. Дайвинг деген ол бізде судың астығы 10 метрге дейін астыға түсеміз де. И акула бәрін көреміз. В общем, балықтардың бәрін. Фотосессия кетіп жатыр. Фотосессия, жігіттер, қыздар. Короче, осылай кетіп баратырмыз. Әдемі. Мына дайвингқа түсетін нәрселер, қазір судың астына нырять жетеміз. Біз достар, бірінші остановкамызда тоқтадық. Қараңыздар, бұл бізде бірінші остановкада дайвинг. Яқта адамдар дайындалынып жатыр. В общем, қазір бәрі секіреді, түседі. Аяқта адамдар шомылып жүр өзі. Біздің очередіміз келсе, сонымен бізде түсетін боламыз. Достар, пока что очередті күтіп тұрмыз. Бірақ енді бізге астында түсіруге болмайды екен. Өйткені біз 10 метр тереңдікке кеткен екен. Давление бізде телефон шыдамайды екен. Сол себептен де түсіре алмаймыз. Бірақ енді фотолар болса, мына қойып қоямын. Что там болып тұрма достар? Вид қалай? Теңіз, яхтамен кіреміз. Яқта 10 метр тереңдікке кіреміз примерно. Бізде қараңдар, даже судың астында камерамен түсіреді, базар жоқ. Ал бізде мында Бегасыл кетіп бара жатыр. Бека, сәлемдеп қой. Бізде достар, яхтадағы обед, короче. Осылай видпен. Бірақ жаман жел болып тұр. Аспасын Айсұлтан. Бізде қараңдар достар. Былай теңізде кәдімгі яхтамен келесің да,
ана жақта уже адамдар тұратын кәдімгі остров. Біз қазір сол жаққа бара жатырмыз. Адамдар кәдімгідей жалаң аяқ жүр. Былай келсең уже теңіз. Достар, біз түсетін жерге түстік, баратын жерімізге бардық. Қазір енді қайтып келе жатырмыз. Осы тойғанымызбен қазір отельге барып, сразу душқа қабылдап, уже ужинның уақыты келіп қалады. Ужин ішіп, сонымен либо ұйықтау керек, либо бассейнге түсу керек қой, достар. Пока что осылай бетпен кетіп барадық. Бассейнге түсесің бе? Бассейнге түсеміз. Бұл бассейнге түсемін дейді жүктер. Пляжға келіп тұрып, мынандай видео түсірмесең қате шығар, достар. Ал достар, мынау бізде соңғы ужин. Бүгін түнде уже қайтамыз. Наконец-то елімізге ораламыз, достар. Онкола. Тамақтанып аламыз. Сонымен бізде қазір ужин уақыты, бізде уже бассейн, пляж бәрі жабылады. Сонымен біз қазір бір жерге барсақ бардық, болмаса отельде жатамыз, ұйықтаймыз. Сонымен таңғы сағат 4-те біз аэропортқа обратно ұшатын боламыз ғой. Короче, солай. Мен соңғы 2 күнді түсірмедім, достар, потому что 2 күн бойы отельде жаттым. Түсіретін қызық болмады, сол себепті осылай, достар. Ал бізге аш болсын. Ал достар, бүгін бізде Египеттен қайтатын күн. Заттарымызды жинап алдық, осылай қараңыздар. Қазір енді қайтып барадық, қазір аэропортқа барамыз, сосын самолетқа отырамыз. Бізде сағат 4 болды, 7-де вылет уже бізде. Сонымен қайттық, ал кеттік, 6 күн болдық Египетте. Жетеді осы тойғанымызбен қайтайық қалаға, елімізге. Давай, короче, отельдің барасы лета. Бізде кетті мусорға, все. Яқта бізде еще отель завтрак беріп жүрді, достар, қарандар. Осындай аэропортта жесіндерді, базар жоқ. Кетіп барадыр енді. Осылайша біз өзіміздің Қазақстанға, өзіміздің үйімізге қайтқан болатынбыз, достар. Жол болсын. Так, достар, біз өзіміздің Шымкентімізге келдік, наконец-то, достар. Қарандар, Шымкенттің аэропорты әдемі ғой. Қазір ғана біз границадан өттік, Шымкентке жеттік. Біз ровно 5 сағат ұшып келдік, достар. Алтқанда баратқан кезде 6,5 сағатта ұшып бардық, ал қазір ровно 5 сағатта тез-ақ келіп қалдық, негізі. Солай енді ертең бұйырса тағы да менде екінші самолет, ертең Алматыға жол жүрем. Сөйтіп Алматыға кетеміз, короче. Болды, демалыс бітті Египеттен. Самолет, достар. Біз тағы да кетіп бара жатырмыз. Бұл жолы біз Шымкентке келе жатырық. Короче, заттарымды алып алдым. Ойбай, Шымкенттен Алматыға кетіп бара жатырмыз, достар. Қазірде машинама барам алып кетуге. Короче, достар, осылай біздің демалысымыз бітті. Енді Алматыға барған соң жұмыс жасаймыз. Болатын видеоларды түсіру керек болып тұр ғой. Анау біздің самолетіміз. Алматыға жеттік, достар. Келе сала сразу машинаға бензин құйдым. Бізде все болыпты. Суырып тастай салайық, достар. Енді қазір домой ғой, домой. Так. Опа. Все, короче, достар. Алматыға жеттік енді. Аман есен. Короче, жақсы бәрі.